Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода сіздермен өте жұмсақ әрі тез дайындалатын печеньенің рецептімен бөлісемін. Видео ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Печеньелер жасау үшін бізге қант, разрыхлитель, жұмыртқа, ұн және бөлме температурасындағы сары май керек болады. Сары майға қантты қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін үстіне бір жұмыртқаны саламыз, араластырамыз. Оның үстіне қамыр қопсытқышты салып, екеуін өзара араластырамыз. Ұнды қамырымызға 3 бөліп саламыз. Кейін қолымызбен осылай илеп аламыз. Қамыр дайын, ешқандай уақытқа қоюдың қажеті жоқ. Енді бұны жаямыз. Енді бізге осындайлар керек болады, бірақ та бұндай болмаса, онда кәдімгі кружкамен де істесеңіздер болады. Бұл уақытта пешімізді қосып қоямыз. 180 градуста шамамен 10-15 минутта піседі. Үстіне осылайынан кішкене қанттарды сеуіп шықтым. Қалған қамырды жайып, печенье қыламыз. Сонымен біздің печеньеміз дайын, өте тез піседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, бар болғаны 20 минуттарыңызды алады.